Бурабайдағы 5 жұлдызды Риксіз қонақ үйіне санитарлық талаптарды сақтамағаны үшін 5 миллион теңгеге жуық айыппұл салынды. Себебі өңірдегі ең қымбат қонақ үйдің 9 қызметкерінен стафилококк таяқшасы анықталған. Естеріңізде болса, өткен қыркүйек айында 5 жұлдызды қонақ үйде жұмыс істейтін 21 адам астан уланып, 9-ы ауруханадан біраз шыққан еді. Олар аспаз, даяшы, аспаздың көмекшілері, менеджер мен ұйымдастырушылар. Осы жаппай уланудан кейін санитарлар тексеріс жүргізген. Сөйтсе, қызметшілердің өздері стафилококк таяқшасын тасымалдаушы екен. Жұқпалы дерті бар адамдар асханада жұмыс істеген. Мамандардың айтуынша, азық-түлікпен жұмыс істейтіндер міндетті түрде күн сайын медициналық бақылаудан өтуге тиіс. Бірақ бұл талап мүлде орындалмаған. Қонақ үйде 2 асхана бар. Әйтеуір бұл аспаздар 100-ден аса қызметші тамақтанатын асханада ғана тамақ әзірлепті. Весь персонал пищеблока, который работает на асханада азық-түлікпен жұмыс істейтін барлық қызметшілер күн сайын тексерістен өтпеген. Олардың қолдарында жарақаты болмаса түрлі инфекция тасымалдау мүмкін екені ескерілмеген. Зертханалық тексеріс олардың өздері стафилококк тасымалдаушы екенін анықтады. Солай бола тұра тамақ әзірлеген. Жұқпалы ауру тараған.